Енді қауым, құрметті отандастар, Қазақстан Республикасының Конституциясының преамбуласында халықтың ортақ тағдыры, ел бірлігі және болашақ ұрпақ алдындағы жауапкершілігі айқын көрсетілген. Осы жауапкершіліктің өзегінде ең басты құндылық ол адамның өмірі мен денсаулығы. Өйткені дені сау ол мемлекеттің ең басты капиталы. Сіздермен ерекше осы жаңартылған Конституциядағы 32-ші бабына ерекше назар аударғым келіп отыр. Бұл бап азаматтардың денсаулығын сақтау құқығын және оны іске асыру тетіктерін нақтылайды. Атап айтқан кезде, халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексте белгіленген көлемде тегін медициналық көмек алу, сонымен қатар заң талаптарына сәйкес ақылы медициналық қызметтерді де алу осы жаңартылған Конституциямен бекітіліп отыр. Құрметті отандастар, құрметті қадірменді қауым, бүгінгі Қазақстан халқының саны 20 миллионнан асты және осы азаматтардың барлығы бірдей Конституциямен қорғалады. Жаңартылған Конституция тең мүмкіндіктер қағидатын күшейтіп, әр азаматтардың өз еңбегі мен білім арқылы дамуына, қоғамда лайықты орын табуына жол ашады. Бір сөзбен айтқан кезде, жаңартылған Конституция бұл ел бірлігін бекемдейтін, халық пен мемлекетті ортақ жауапкершілікке біріктіретін құжат. Ол әр азаматты заңға құрметпен қарап, әділетті әрі унитарлы мемлекет құруға атсалысуға шақырады. Күшімізді біріктіріп, заңды қолдай отырып, Қазақстанның берік болашағын бірге қалыптастырайық.